Ассалаумағалейкум ағайын, қалайсыздар? Шаруашылықтарыңызға жақсы ма? Бүгін біз сіздерге бір жақсы жаңалығым бар. Ол мына Ресейден жұмыртқа әкеп сатамын деушілер немесе өзінің шаруашылықтарына жаңағыдай жаңадан таза қанды тауықтардың ұрпақтарын әкелемін деуші кісілерге арналады. Немесе таза бизнеске деп арналады. Яғни мен осы жаңағы видеоның астына осы Ресейдің ең мықты генофондтардың және ЛПХ дейді, личный подсобный хозяйство, тек қана бір 2-3 породаны 4-5 линиясына ұстайтын жаңағыдай шаруалар бар, қожалықтар. Солардың барлықтарын контактілерін қалдырам. Осы жаңағы видеоның астына барлығымен хабарласып, WhatsApp-тармен сөйлесіп алсаңыздар болады тікелей. Бұл жерде бірінші мәселе не керек? Сіздерге ол жұмыртқаны алу үшін сіздерге бір жақсы бір транспортный компания керек. Немесе приходящий жаңағыдай фураларменен таныссаңыздар болады. Міне, вот проходящий фуралар бар, немесе транспортный компания. Мен сіздерге транспортный компания айтатын болсам, бұл жерде кит деген бар, кит юг. Одан кейін Jet Logistic деген бар. Тоже Москвада. Москва, Екатеринбургта бар мына осылар. Томск, Омскіде толу керек тоже. Міне. Одан кейінгі жалпы негізі кез келген транспортный компаниялар болса, барлығымен жұмыс жасап ала беруге болады ағайын. Жұмыртқалар сапалы, барлығын мен өзім алдырып жүрген сенімді деген кісілердің контактілерін берем. Ақшаларын смело уайымдамай жаңағыдай аудара берсеңіздер болады. Тек жол мәселесін шешіп алсаңыздар болады. Немесе өздерімен келісесіздер. Олар өздері тауып береді кей кезде мүмкіншілік болып жатса. Бұл жерде мен сіздерге айта кетейін дегенім, генофонд Сергеев Посад, Московская область, город Сергеев Посад, одан кейін Питердегі Пушкинский генофонды, одан кейін Москвада, Московская областы, Чехов деген қалада осы Кучиннің жақсы линиясын ұстайтын ЛПХ-лар бар. Соны жіберем. Одан кейін барып Брекель деген бар, құс брекель. Оны да сол Московская областьта болу керек, ұмытпасам. Оны жазып қоям. Сосын Маран, именно осы Маранның 7-8 линиясын, ағы бар, қарасы бар, общем түрстінің әрқайсысынан 2-3 линиядан ұстайтын кісі бар. Олег Фокин деген, Московская область. Ода осы Маранның түрлері Нидерхайнер, осы основной немецкий породалар ода. И итальянский легорндар, Порцеляны бар, Изабеллы бар, стандарты бар. В общем, жалпы сол кісілер бар, олардың номерін қалдырам. Одан кейін барып, мынау Самарада жаңағы не бар? Московский черный бар, жақсы қарайтын. Сосын Царско-сельский деген порода бар. Одан кейін мынау Пушкинский бар, өте керемет қарайтын. Сосын кейін үйректің мускусный үйрек, жаңағы үйректің онша білмеймін, бірақ енді үйректе де жақсы қарайтын кісілер бар. Солардың номерін жіберем. Одан кейін осы Самарада не бар тағы? Перепелка, бөденен Техас кейін. Одан кейін Изабел дегені бар. В общем, бөдененің де бір керемет түрлерін асырайтын кісілер бар. Солардың да контактілерін жазып қоямын. Жалпы өзім жұмыс жасап жүрген мықты деген жаңағыдай кісілер бар. Енді жаңағы кросстар бойынша Ломан Браун, Хайсекс Браун, Хайсекс Уайт дейтін бойынша Воложин деген завод бар Россияда. Мықты, сол Воложиннің да контактысын қалдырам. Ол жақтан да алсаңыздар болады. Міне. Одан кейін мен көшкелі жатырмын. Құдай қаласа ол үй сатылғаннан кейін барып қаяққа көштім, не қылдым, тағы да видео шығады. Жалпы шаруашылық бар жерге қарай кетіп жатқан едім ағайын. Міне. Үйдің бағасын сұрап жатқан кісілерге үйдің нақты бағасы 15,5 миллион деп жатырмын.
тез арада сату керек болып жатыр. Вот үйдің бағасын сұрап жүрген кісілерге, немесе осы үй алам Шымкенттен жақсы бағада деген кісілер болса, осы видеоны қалдырсаңыздар болады. Менің контактым 8707 824 0924. Есім Сабыржан. Үй Шымкент қаласы, микрорайон Ақжайық Қайтпас 2 бұрынғы. Сол жерде орналасқан. Жақсы. Жалпы енді үй бойынша осы кішкене мүмкіншіліктеріңіз болса, осы жаңағыдай осы жұмыртқаны әкелем деген осы жас буын бар, аға буын бар. Осы группаларға таратыңыздар, барлығын көрсін, алсын, үйренсін, Ресеймен жұмыс істеп үйренсін, еш қиындығы жоқ. Бұның барлығы менің 2 жылдық еңбегім, талай адам лақтырған болатын. Ол лақтырбайлардың номерін мен бере жатқан жоқпын, тек қана адал жұмыс істейтін, өздерінің сөздеріне жауап беретін сондай бір тамаша кісілердің контактілерін сіздерге қалдырамын. Осы видеоның описаниясында тұрады барлығы сіздерге. Ал менің осы жоғарыда шыққан жаңағы үйім сатылады деген видео болса, осының енді мүмкіншіліктеріңізді таратыңыздар ағайын. Маған да сіздерден қолдау керек. Мені қолдап отқан кісілер өте көп екен, рахмет. Менің осы үй бойынша сатылады деген видеом 30 000 қаралып, негізі мен ондай болады деп ойламадым. Бұның барлығы сіздердің арқаларыңыз ағайын. Міне, маған да көмектесіп жүрсеңіздер ағайын. Мендегі бар жаңалық осы, Құдай қаласа, осы Ресейден жақсы заводчиктерден жақсы жұмыртқа алып қалыңыздар. Өздеріңіз жасап үйреніңіздер. Ешкімге тәуелді болмауды үйреніңіздер. Міне, мен сіздерге бір ағымнан жарылып, осындай ол ішіңе тыға бергенде дұрыс емес екен. Сол үшін бар білгенім жақсы заводчиктер контактілерін барлығын қалдырамын. Ал барлықтарыңызға сәттілік, тек қана алға, шаруашылықтарыңыз дамысын. Ауырмаңыздар, дамыңыздар тек қана ағайын. Әр қазақ бай болсын. Ал рахмет сіздерге. Сау болыңыздар.